Сәлеметсіздер ме? Тікелей эфирде ақпарат уақыты. Студияда мен Гүлназ Әлімгерей және сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Астанада алғаш рет республикалық студенттік театрлар фестивалі өтіп жатыр. Шараға Қостанай, Алматы, Көкшетау, Тараз қалаларынан шығармашылық ұйымдар келіп қатысуда. Фестиваль жастар жылына және Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдығына орай ұйымдастырылған. Қатысушылар үздік қойылым, үздік режиссерлік шешім, үздік дебют сынды аталымдарда бақ сынаспақ. Олар көрерменге әлеуметтік тақырыптарда қойылымдар әзірлеп келген. Өнерпаздардың таланты мен шеберлігін еліміздің еңбек сіңірген театр әртістері бағалайды. Ал мәдени іс-шараның өзі алдағы 2 күнде жалғасын табады. Мына таланттардың бәрі осы жастардан шығады. Өздеріңіз білесіздер, студенттік ортада жүріп, әрқилы мына үйірмелерге қатысып, өзінің таланттары көріне бастайды. Біздің студенттердің мамандығы біреуі агроном, біреуі ветеринарлық дәрігер, біреуі биолог. Бірақ өздерінің таланттары мына осы енді театрға қатысады, басқа да өнер ұжымдарына қатысып, осы жалғастырып жатады. Мына университетті бітірген кезде олар сертификат алады.